Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жазды күні таптырмайтын, ерекше, өте жеңіл әрі пайдалы жаздық көженің рецептісімен бөлісемін. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Грек жаңғағын қыздырып алдым. Енді суытып алып, сақтап аламыз. Немесе духовкаға де қыздырып алуға болады 180 градусқа 10 минуттай. Енді ыдысымызға саламыз. Енді мейізімізді тураймыз. Енді мейізімізді саламыз. Қиярымыздың қабығын ашып тастаймыз. Қиярымызды тураймыз енді. Енді қиярымызды саламыз. Менің көк жуам ұзатылған. Судан кішкене ішті алып, турап салып жіберем, сақтап. Жуамызды саламыз, көк жуамызды. Мұздатылған укроп. Неке, мұздатылған укропымызды саламыз. Саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Кептірілген жалбызымыз. Немесе балғын жалбызды да салуға болады. Салқын суымызды құямыз. Мінекей мынандай қолдан ұялтылған грек йогуртын құямын. Енді жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырамыз. Енді дәмін қараймыз. Егер тұзы төмендеу болып жатса, тұз қосып жіберуге болады. Енді көжемізді тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Арада 1 сағат уақыт өтті. Енді көжемізді ыдыстарымызға құямыз. Көжемізді лимонның қабығымен себеміз бетіне.
Keder жаңғақтарымен әсемдейміз. Кепкен жабыз дәндерін үстіп себелейміз. Мінекей салқын көжеміз дайын. Biraz da güne olsun.